Сол себепті ол терезеден секіріп сарайға келеді. Анасы оны көріп қалады. Ол әйелге еш нәрсенің есінде жоқ екенін айтады. Бірақ бала бұл жерде әлі де кеменің бар екенін білмейтін еді. Келесі күні Брэндон ауланы тазалауға шығады. Ол құралды басында қоса алмайды. Және де шынданып, аппаратты ұзақ метрге лақтырып жібереді. Брэндон таң қалады. Сосын қолын салып қарайды, бірақ та бала ешқандай жарақат алмайды. Кешкісін отбасы және де ағасы Ноа мен әпкесі Мэрилин баланың туған күнін тойлауға кафеге келеді. Олар балаға аң аулайтын мылтық береді. Бірақ Кайл бұны балаға беруге қарсы болады. Нет, он же еще ребенок. Брэнд әкесінен қаруды беруді талап етіп жанжал шығарады. Олардың жанжалының кесірінен отырыстың жартысында отбасы үйлеріне қайтады. Келесі күні олар аңға шығуға дайындалады. Брэндтің тамақтанып отырған кезде Вилканы ешқандай жарақат алмай шайнап отырғанын Кайл көреді. Ал Тори болса баласы Брэндонның бөлмесінен жалаңаш қыздардың көптеген суреттерін көреді.